Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен шоколадный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді рецепттердің бірі, жасап көруге кеңес беремін. Сүзбемізді, творогымызды блендердің ыдысына салып, үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Содан соң қантымызды саламыз. Содан соң кукурузный крахмалымызды салатын боламыз. Барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей барлығын осылай араластырып алдық. Енді осындай кондитерлік мешокқа салып, бөлек алып қоятын боламыз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды салып, миксермен жақсылап көпіргенше миксермен араластыратын боламыз. Мінекей осындай болып, аппақ болып көтерілу керек. Үстіне сұйық майымызды қоямыз және де сүтімізді құямыз. Барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиентімізді, какаомызды, ұнымызды, разрыхителімізді бәрін араластырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, құрғақ ингредиентімізді мен барлығын салған жоқпын. Бөліп салатын боламыз. 3-ке бөліп салып, жақсылап барлығы біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мінекей осындай масса болып шығады. Енді біз табамызға майымызды жағып, барлық қоспаны осының үстіне салып, пешке пісіріп алатын боламыз. Мінекей барлығын салып болғаннан кейін біз үстіне творогымызды осындай видеода көрсетілгендей етіп жағып шығатын боламыз. Мінекей осылай барлығын жағып аламыз. Жағып болғаннан кейін 180 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей өте дәмді пирог болып пісті. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат.